Ассалаумағалейкум достар. Бізде келесі кезекте Samsung холодильник инверторный. Бұның проблемасы асты морозилка істеп тұр, үстіне суық бермейді. Бұның себебі астында радиаторға мұз қатып қалған. Сол себептен мына жердегі тесіктер бүтетіледі, желдеткіш арқылы үстіне жел жағып береді. Ол жер бүтелгеннен үстіне суық бармайды. Оның себебі мына тен жанып кеткен болуы мүмкін. Мына жерде теннің сақтандырғыш сымы бар. Сол жанып кеткен болуы мүмкін. Содан кейін үстіне мұз қатқаннан суық бермей қалады. Қазір бәрін мұздан тазалап сіздерге көрсететін боламын. Ассалаумағалейкум достар. Бізде келесі кезекте Позис деген холодильник. Суық бермей қалған, ешқандай суық жоқ. Қазір жасайтын боламыз берді. Фильтрлерін ауыстырып, бәрін тексеріп көрдік, енді заправкасын жасаймыз. Ауасын тазартып жатырмыз. Бұндай просто холодильникте бірінші тендерін, датчиктерін бар, желдеткішін полный тексеріп алу керек бір рет. Олар істемей тұрса, қанша жасағанмен пайда жоқ. Бірінші солардың істеп тұрғандырмағанына көз жеткізіп аламыз. Бізде бұлардың бәрі жұмыс жасап тұр қазір. Сосын бұл холодильниктерді жаңа асты морозильник істеп тұрып, үстіне холодильнигіне суық бармай қалатын проблема жиі болып жатады. Оның себебі сол мұз. Мына тен істемей қалады, мына датчик істемей қалады. Сондай жағдайда мынаға мұз жиналып алады, мынаның бәрі бүкетіліп қалады. Сол кезде үстіне суық бармайды. Бұндай просто деген холодильниктерді негізінде 2-3 ай сайын бір ертіп тазалап тұрған дұрыс. R600 деген фреон құйылады бұл холодильникке. Холодильнигіміз бұйыртса болды. Каналымызға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Китайский хайр холодильник. Компьютер термодатчик жанып кеткен. Оның орнына басқа ручной қолмен бұрап қоятын термодатчик қоямыз бұйыртса. Бұйыртса морозильнигіміз дайын. Бұндай белгішін лампочка қойып қойдық. Жерде қолмен азайтып көбейтетін термодатчик қойдық. Мынау өзінің
Компьютері жанып кеткен. Лайктарыңызды басып, комментария қалдырып отырыңыздар. Ассалаумағалейкум достар. Бізде келесі кезекте морозильник. Бұларына желдеткіші істемей қалғаны. Моторды жандырып жіберген. Мотор мынау. Қазір оның орнына новый мотор қоямыз. Вентиляторын ауыстырдық. Бұлынан. Здесь писать? Масло у нас почем?
Бұйыртса морозильнигimiz дайын. Каналымыз ұнаса, лайктарыңызды басып тіркеліп отырыңыздар. Жидерский морозильник. Кабельіне жібереміз. 150. Тесік бар жағын анықтап аламыз. Бұда фреон жарты болды. Значит, тесік жоқ деген сөз үшін. Сонда да сваркілеген жерлерімізді тексереміз. Сваркілеген жерлерімізді тексеріп аламыз дұрыстап. Боздығын тазалап аламыз.
So'ng freon quyamiz. Китайский морозник. Іші трубкалар бәрі таза. Егер 668 грамм freon құямыз. Воздухын тазалап болдық бұйыртса, енді заток жасайтын боламыз. Воздухын шығарып жібердік. Ішіне воздух жіберуге болмайды. Таза фреонның өзін жіберу керек 68 грамм. Енді моторды тоққа қосамыз. Бұйыртса морозильник дайын болды. Енді жинап көретін боламыз. Китайский морозильник. Хайыр. Морозильник жағы таза. Қысым жіберіп тексердік. Проблема холодильник жағынан шықты. Морозильниктен шыққан трубасы таза. Қалған жері шіріп кеткен. Оны сыртынан осылай жасайсыздар. Бұл жақтағы да таза, келесі жақ сияқты. Соны ортасын жалғай саламыз. Бұғанда 600-лік фреон кетеді. Міне жарты сағат болды. 150 ұстап тұр. Трубкаларының бәрі дұрыс болды. Енді заправка жасаймыз. Şimdi havasını тазалап жатырмыз қазір.
Zaprap жасап отырмыз бұйыртса. Алпыс екі грамм. Бұйыртса морозильнигimiz дайын. Ассалаумалейкум достар. Бізде келесі кезекте LG инверторный холодильник. Мұнда клиенттің айтуы бұл жүреді қатырмайды деп тұр. Қазір проблемасын тексеріп көретін боламыз. Бәрі істеп жүреді. Бірақ суық бермейді ешқандай. Қазір проблемасын анықтайтын боламыз. Каналымыз ұнаса тіркеліп комментарий жазып лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бізде қазіргі проблема радиатордың астыңғы суға малынып тұрған жағы тесіліп кеткен. Соны ауыстырамыз. Желдеткішін тышқан қырғып кеткен, онды алмастырамыз. Желдеткішін радиаторын салып болдық. Енді қысын жіберіп сваркілеген жерімізде тесік бар жоғын тексеріп аламыз. Ешқандай тесік шықпады. Енді ішіндегі ауасын компрессормен тазалап тастайтын боламыз. Ауасын тазалап жатырмыз. R600A деген компрессор 600-дік фреон құйылады. Бұйыртса фреонымызды да құйып болдық. 80 грамм
фреон кетеді ішіне. Видеомыз ұнаса комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде келесі кезекте Samsung холодильник. Мынау радиатор ішінде болады, бұлардың корпусын сол тесілгенде компрессорды жандырып жіберген. Ұзақ уақыт қосылған. Енді новый мотор қойып жасайтын боламыз. Бұйыртса бәрін орнатып тексеріп болдық. Ешқандай тесік жоқ. Бұларды обязательно міндетті түрде бұл жерге қойып тастайды заводский. Оны қиып сыртынан қойылу керек. Олай болмаса жасаған еңбектеріңіз далаға кетіп қалады. Сол үшін мынандай радиаторды бетінен қойып жіберіңіздер. Бұйыртса холодильнигіміз дайын. Лайктарыңызды басып каналымызға тіркеліп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Беруса дейтін 2 метрлік холодильник. Бұның үсті суытпай қалған. Фреон азайып кеткен. Ол үшін фильтрді ауыстырамыз. Сосын мына жердегі астына кеткен трубка бар. Оны міндетті түрде мынаған өзіне прямой жалғаймыз. Сосын мынаған штуцер орнатылады. Давлениемен тексердік. Сосын міне воздухын тазалап жатырмыз. Холодильниктің кәдімгі моторынан жасалынған. Міндетті түрде воздухын шығару керек. Тазалау керек. Сосын бар фреон құямыз. R600 деген фреон. Мотор 1114. 600-дік. Бұйыртса қазір боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Бізде ремонтқа Samsung шаңсорғыш машинасы келді. Бұнда басты себеп мына кубкаларын уақытысында тазалап жумайды. Бұны 3-4 рет или 2-3 рет үйді сордырғаннан кейін бұны тазалап жуып салып отыру керек. Жыртылса ауыстыру керек. Одан шаң кеткеннен кейін міне ішіне кетеді шаң.
потом моторға кетеді. Содан моторды құртады. Содан бұл ұзақ жұмыс жасамайды. Ана губкаларын тазалап жуып отырсаңыздар, бұны көп жыл жұмыс жасатуға болады. Жақсы істеп береді. Күтіміне байланысты бұл. Бұның бәріне шаң кіріп кеткеннен кейін болды. Моторды құртып жібереді. Мұнда біз клиенттің жағдайына қарап, ол кісі жаңа мотор салдыруға ақшасы болмады. Содан өзінің ескі моторын жинап жатырмыз. Бұда мына екі подшипнигі кеткенде, мынау екі жаққа тиіп қалған. Сосын мотор қызып, түтіндеп дұрыс жұмыс жасамайды. Соны міне екі подшипнигін бұйыртса айырбастап, ішіне литолды құйдық, подшипнигі арналған. Енді жинап, реттеп салатын боламыз. Бұйыртса міне шаңсырғышымызды жинап болдық. Каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің атым Болысбек. Жетісу облысы Талдықорған қаласынан боламын. YouTube каналымның аты Мәстер Бол. Бытовой техника ремонтына қатысты. Мен сіздерге қазір үй жағдайында микроволновка пешті тамақ жылытқыш қалай жасауға болатынын видеода көрсететін боламын. Микроволновка пеш тамақ жылытқыш үй жағдайында қалай жасауға болатынын сіздерге көрсететін боламын. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Қазір міне қосамыз тоққа. Бұл бәрі қосылып, тоқ бәрі келіп істеп тұр, бірақ қойған затты жылытпайды. Соның себебін қазір анықтайтын боламыз. Ешқандай бір не болмады, жылытпады, соңымызды. Қазір соның жағдайын анықтайтын боламыз. Тестерімізді қосамыз.
қоямыз. Бізге мына перхайтылды тексерудің керек жоқ, бұл ток барып тұра жақын. Бізде мына жерде трансформатормен жерлерге жылу өткізгіш бір деталь бар, сол екінің бірі жұмыс жасамайды. Қазір тексеріп көретін боламыз. Бізде жұмыс істеп тұр. Перхайтылымызды шешіп алдық. Енді тексеріп көретін боламыз. Бұл жұмыс жасамайды, күйіп кеткенш. Бұлай етіп, бұлайта өтпейді. Осын ауыстырып, қазір қайта жинап көретін боламыз. Пешіміздің запчасын ауыстырып, дәу перхайтылы соны орнына салып жинап болдық. Енді қосып көретін боламыз. Тамақ жылытатын пешіміз дайын болды. Видеомыз ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум, достар. Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге кір жуу машинасы туралы, оны қалай күтіп баптау керек екенін қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Бірінші, ішіне порошокты мындан салмаңыздар. Ең жақсысы. Бұл жерге жаңағы сұйық сабын болса құйыңыздар, сосын иістендіргіштер бар әртүрлі, соны құюға болады. Ал порошоктың өзін мынаның ішіне сала салыңыздар. Тағы да кір салған кезде қалтасын мұқият қадағалаңыздар. 2-3 ай сайын мына жерде лас суды сыртқа шығаратын насос бар. Сол насостың беткі қақпағын ашып, тазалап тұрыңыздар. Сонда кір машиналарыңыз ұзақ уақыт жұмыс жасайтын болады. Сосын тағы да бір көп кездесетін проблема, бұл кірді жуып болып, сығып құрғататын кезінде бұл серпілдеп кетеді. Оның себебі сирағы тегіс тұрмағандықтан болады. Или жері жұмсақ болғаннан солай болады. Оны қатты бетонның үстіне қойыңыздар. Сирағын рубинменен бәрін теңеп. Тағы да бұл кір машинаның бір жақсы қосымшасы бар. Өзін-өзі жудыру деген. Соған 2-3 ай сайын жаңағы ішіне химиялық заттарын салып, сол барабанды жудыру дегенге бір 2-3 сағаттық режиміне қойып қойсаңыздар, ішін таза айбаттап шығарады. Бұл машинка тұратын орны дұрыс болғанда
ешқандай қозғалыссыз жұмыс жасап береді. Видеомыз ұнап жатса, каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып отыруды ұмытпаңыздар. Китайский морозник. Фреон біткен. Қазір бұйыртса жасайтын боламыз. Видеомыз ұнап жатса, лайктарыңызды басып, тіркеліп отырыңыздар. Şu kameralar bәрі таза тұрып қалар. Бәрі аман. Просто заправку жасаймыз. Өзінің моторынан жасалынған компрессор. Қазір оздығын тазалап жатыр. Фреон заправка жасаған кезде моторды тоққа қосып қоясыздар. Советті морозник. Ассалаумағалейкум достар. Бізде микроволновка пеш. Клиенттің айтуы бұл тамақты ысытпайды дейді. Бізде тексеріп көрдік. Шынымен қосылды тұр, бірақ тамақ ысытпай қойды. Себебін анықтадық қазір. Мына жерде трансформатор тұр міне. Трансформатордың 3 құлағы болады, соның бір құлағына келетін мұндай штекерменен сақтандырғыш кабелі бар. Сымы. Сол жанып кеткен. Қазір алып сіздерге көрсетейін. Бұл бізде міне. Жұмыс істемейді. Міне достар, біз бұны айырбастап орнына салдық. Қазір қосып көреміз. Сат болдық. Суымызды ысытты. Бұл сақтандырғыш кабелдің жану себебі ішіне темір ыдыстарды салып жібергеннен болады. Бұған темір салуға болмайды. Осындай пластмасс или шыны ыдыстарменен
тамашаласаңыздар болады. Каналымыз ұнаса лайктарыңызды басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Болып қалды бертісі. Бірінші бачоғы, самый бірінші бачоғы. Neysin cevabını değil. Бұйыртса бәрін орнатып тексеріп болдық. Ешқандай тесік жоқ. Бұларды обязательно міндетті түрде бұл жерге қойып тастайды заводский. Оны қиып сыртынан қойылу керек. Олай болмаса жасаған еңбектеріңіз далаға кетіп қалады. Сол үшін мынандай радиаторды бетінен қойып жіберіңіздер. Ал бізде осы кезекте Samsung инверторный холодник. Бұл проблемасы суытпай қалған. Қазір жасаймыз бұйыртса. Френ заправка жасап болдық. Френнен бөлек енді бір проблема. Бұл жердегі клапанды үстіне су жармай алған. Істемей алған, сынып кеткен болу керек. Қазір жасаймыз.
сынып кеткен, уже ашық емес, жабық күйде қалып кеткен. Соны жасаймыз қазір. Klapını жасап жинап болдық. Aslında tekstilimiz dатчиктері бар. Теннің мұзын ертіп тұруға арналған вентилятор бәрі жұмыс жасап тұр. Бізде бұйырса холодильнигіміз жақсы жұмыс істеп тұр. Желдеткішін бұрын біреу ауыстырып кеткен екен. Ол істеп тұр. Датчиктер бәрі таза. -19, -4. Күшті істеп жатыр. Астыңғы температура -1'ді. Бастады, үсті 9. Бұл түседі, мынау көтеріледі. Жер 18-ге қойып қойдым, минус. Мынаны 4-ге қойып қойдым. Сол негізі стандарты, сол дұрыс. Күшті істеп жатыр. Бұйыртса.
Кейін холодильниктер кішкене слабый, мынау 5 жыл болыпты жұмыс жасаған. Бірақ 2 рет жасағым ғана. Не істеп тұрма табы болса? Бұйыртса холодильнигіміз істеді. Каналымызға тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Kanalға тіркелуді ұмытпаңыздар.